Жалпы мен өзім өте көп кино көрем. Сол кинолардың арасында мен өмірімді, мынау көз қарасымда мындай кругозор дейді, соны үлкен ашып жіберген, мынау өмірдегі бір какой-то чит-код тауып берген бір фильм таптым мен. Ол бізде «Область тьмы». Осы киноны әр адам көру керек. Әр адам, который өз армандарына жеткісі келетін, өзінің потенциалын толықтай ашқысы келетін барша адам осы киноны көрсін. Немесе осы кинодан бүгін мен сіздерге 5 инсайт берем, который миларыңызды бетіп шақырып тастайтын. «Область тьмы» бұл кәдімгі адамның қалай потенциалын 100% ашуға болатын бір мықты фильм. Жалпы басты кейіпкер Эдди. Андай елестетіп көріңіздерші, там Америкада бір хламный үй болады ғой, үйінде там шашылып атады, пивалар жатады, азынан кешке шейін ішіп тастаған, әйелімен ажырасып кеткен, өзі жазушы, клиенттер жоқ, ақша жоқ, қарызға кіріп кеткен, жаңағы үйіндегі арендатор келіп миын ашытып жатқан адамның өмірі ғой, солай басталады. Сөйтіп ол бірақ успешный адамға айналып кетеді, бірақ қалай деген болады. Жалпы негізінде NZT-48 деген бір таблетка табады ғой. Ол таблетка адамның миын 100% қосып жібереді екен. Ол сол таблетканы тауып бір күні ішіп көреді. Ішкен моменттен бастап өмірі полностью өзгеріп кетеді ғой. Жаңағы таблетка NZT-48 ол ішкен кезде ми 100% қосыла бастайды. Кітаптарда үшін жұта бастайды. Бір күнде бір тілді үйрене бастайды. Өзі жазушы болғандықтан бір күнде қаншама нәрсе жазып тастайды. Жазулары күнде редакторға жіберіп, прям ананың миы кәдімгі біздің чат GPT болып кетеді ғой, сондай миға айналып кетеді. Өйткені анау таблетка болады, таблетканы сверхъестественный болады. И ол таблетка ішкеннен кейін, бірақ оның побочный эффекттері болады. Получается, оның артынан бір жаман нәрсе қалдырады да, өзі ол таблетка ішпесе, ол уже өліп қалу шансы бар етін. Сөйтіп ол кино басталады. Ең бірінші түсінген инсайтым, біздің таблеткамыз ол тәртіп пен фокус. Осы нәрсе. Эдди бірінші таблетканы ішкен бастап, ол ең бірінші істеген әрекет қандай болды айтайын ба? Ол өзінің комнатасын жинады. Просто өзінің арасына тәртіп енгізді. Ол бүкіл мусорларын жинады, үйін тап-таза қылып ұстаған болатын. Сол кезде Эддидің ең бірінші істеген әрекеті осы болды. Біз де өмірімізді өзгерткіміз келсе, өмірімізді, айналамызды, комнатамызды тазалаудан бастау керек екен да. Және жаңағы тәртіп пен фокус ұстау керек. Ол өзінің әр уақытын, әр секундын жоспарлап, точно действиялар жасайтын. Бір ол сверхъестественный нәрсе жасамайтын. Біз жасай алатын, адам күші жасай алатын нәрселерді жасайтын. Ол өзінің уақытын әр нәрсеге фокусқа терет етпей, бір істі бастаймы сол нәрсені до конца жасап, ары қарай нәтижеге жететін. Ол сөйтіп басталды. Оның тез өзгеруі, ол просто басқа нәрселерге алаңдамайтын. Біреулердің өмірімен, жаңағы блогерлардың өмірімен қызықпайтын да, ол чисто бір нәрсені жасап бастады. И ол нәрсені біз де жасай аламыз. Екінші түсінген инсайтым, бұл білім біздің ең мықты қаруымыз. Бағанағы Эдди неден басталды? Ол өзі кітап жұтумен басталды. Күніне 3-4 кітап оқи бастады. Ол оқи берді, әр түрлі жерден информация ала бастады да, мынау миын жалпандай бір компьютер ретінде қолдана бастады. Сөйтіп білім алды. Кейін сол білім оған многократно өте үлкен нәтижесі оған алып келе бастады. Сол үшін біз неден бастауымыз керек? Жаңа тәртіп, фокус қойдық, білім алумен. Барлық жерден, жалпы жазу бойынша, бизнес бойынша, маркетинг бойынша, продажа бойынша просто білім ала бересіздер. Сол кезде жалпы сіздер андай бір генератор идеи, жаңағы сіздің андай айтады ғой, ең мықты күштің иесі боласыздар. Ол бізде жаңағы білім. Ол біздің қазіргі замандағы автомат десем болады, жаңағы қаруымыз ғой, сол білім. Білімге құмар адам ол ешқашан артта қалмайды. Және де қазіргі біздің ең басты байлығымыз ол жылдам білім алу. Осы нәрсені түсінуіміз керек. Біз созбауымыз керек. Бір кітапты үлкен уақытта оқып, жаңағыдай бір курс өтсек, оны созып, соңына дейін анау 3 айға доступ берсе, сол 3-ші айында оқып деген сияқты болмау керек. Білім тезірек абылдау керек. Өйткені бізде информация күнде неше түрлі келіп жатыр. Жаңағы искусственный интеллект болсын, басқа болсын. Біз сол үшін білімімізді күнде алып отыру керек, және күнде өсіп отыру керек. Ато біз мынау заманда үлгермей қалуымыз мүмкін осы біліммен именно. Ал үшінші инсайт мынау прям точка болды. Ортаны өзгертпейінше Эдди өзгермейтін түсінді. Бірақ ол не істеді? Жаңағыдай өте көп білім ала бастады, өте ақылды бола бастады да, бірақ өзінің ортасына кірді. Ол жақта жаңағы клубта пиво ішіп жүретін достар еді. Бірақ ол кезде уже әңгімесі жараспай барады ғой. Ол, допустим, жақсы бір әңгіме айтады, осындай бір білім бөлседі, уже оған қызық емес жаңағы достарына.
бүйтіп оны шеттете бастады. Сөйтті де ол шығып кетті. Сөйтті де ол мықты адамдар жүретін ортаны іздей бастады. Сол ортаға қосыла бастады. Және ол жақта әңгімесі жараса бастады. Басқалармен тіл табыса бастады. Солардың опытын ала бастады. Сол кезде ол жақсы өсе бастады. Өте тез өсе бастады. Өйткені оның ортасы мықты болды. Айтады ғой, 5 миллионердің қасына жүрсең, 6-шы сен боласың деп. Дәл сондай осы методты ол Эдди қолданған болатын. Осындай киноларда қолданған кезде қалайша біз қолданбасқа. Төртінші инсайт түсінгенім, уақытың ол сенің өмірің. Эдди өзінің әр секундын, әр минутын, әр уақытын өзінің жоспары бойынша қолдана бастады. Өзіне жоспар қоя бастады. Сөйтті де әр әрекетін точно күнде әртүрлі мықты нәтижеге жеткізетін амалдар жасай бастады. Ал бізде қалай? Біз өзіміздің уақытымызды қатты, былай айтқанда, ценить етпейміз. Қатты қабылдамаймыз. Өйткені, допустим, өзімде де болады, басқаларды байқаймын. Мысалы, біз кешкі 8-ден кейін, 7-ден кейін болды, біздің күніміз бітіп қалғандай болады. Өйткені біз не істейміз? Соцсетиға кіріп кетеміз, TikTok қараймыз, Instagram қараймыз, жатып алып әр нәрсені қараймыз. Түн қалай болғанын білмейміз, сөйтеміз, сонымен бірге ұйықтаймыз. Сөйтеміз, как будто біздің күніміз аз сияқты болады. Азында тұрған кезде де біз дұрыс әрекеттер жасамаймыз да, просто у-шу, жұмыс, анау-мынау болып күніміз өтіп жатыр. Ондай күнмен біз қандай арманымызға, қандай мақсатымызға жететінімізді өздеріңіз ойлап көріңіздер, өздеріңізге сұрақ қойып көріңіздер. Осы бүгінгі әрекетім менің алдағы уақытта 1 жылдан кейін, 5 жылдан кейін қандай нәтижеге алып келеді деген сұрақ қойып жатсаңыздар, мен ойлаймын, күнделікті жоспарларыңыз дұрыс әрі нәтижелі болады деп. Ал 5-ші инсайт, соңғы түсінгенім, таблетка ол шешім емес, шешім ол өзіңді жетілдіру. Эдди соңында уже жаңағы NZT-48 таблеткасын қолданбай бастады. Бірақ оған айтты, если сен қазір таблетканы қолданбай кетсең, сен сразу өліп қаласың деп. Бірақ ол не істеді? Аз-аздан түсіре бастады. Таблетканың нормаларын түсіре бастады, бірақ өзін жетілдіруін тоқтатпады. Ол жаңағыдай ауыра бастады, таблетканы ішпегеннен кейін. Бірақ ол қайтадан өзін жетілдіре бастады. Өзін жаңағы алдыңғы уақыттарда не істегенін есіне түсіріп, сол әрекеттерді қайтадан жеткізе бастады. Сол кезде ол нағыз мықты маман болып, мықты жазушы болады. Ол өзінің ажырасып кеткен әйелін өзіне қайтарып алады. Және өте мықты успешный болады. Бірақ мен жаңағы тағы бір түсінген нәрсем, ол қанша жерден бай болса да, қанша жерден күшті болса да, ол өзінің квартирасын ауыстырмады. Получается, ол өзі қанша доход тапқан сайын, расходын ол қатты аса бір өзгертпеген етін. Сол үшін тағы бір инсайт, сол 6-шы боласың, осы доходың өскен сайын расходыңды никак өсірме. Жалпы осылай. Фильм өте мықты деп ойлаймын. Әр адам, осыны түсінген адам негізі біраз потенциалын ашуға болады. Егер де осылай кинодан инсайттар алып отырсам, сіздерге қалай? Пікірлеріңізді астыға жазып кетіңіздер, каналға тіркеліп кетіңіздер. Және соңғы бір сіздерге сұрақ болсын. Егер де өз потенциалдарыңызды 100%-ке толық қолданатын болсаңыздар, өмірлеріңіз қаншалықты өзгерер еді. Сіздермен болған Нұреке.